Қайырлы күн, құрметті онлайн продюсер. Әні міне дегенше 5-ші модульге де келіп жетіппіз. Кеше ғана 1-ші модуль бастап жатқан секілдік. Бүгін енді сіздер сататын вебинар құпиясын үйренетін модульге де келіп жеттіңіздер. Әдеттегідей сіздермен бірге мен Назерке және миымызбен ары қарай жұмысты жалғастырамыз, яғни модульге деген дайындықты бастайық. Бүгінгі тақырып сіздермен күйзеліс тақырыбын қозғағым келіп отыр. Себебі біз 1-ші модульден бастап миымызбен жұмыс жасадық, жаңа қорқынышпен де жұмыс жасадық, өміріміздің жылдамдығын арттырдық. Енді келесі бір сатылардың бірі бұл күйзеліс кезеңінен қалай өтеміз. Себебі расымен де сіздер алдыңғы модуль арқылы сату сценариймен жұмыс жасадыңыздар, осы модульде вебинар жасап бастайсыздар. Осы тұрғыдан міндетті түрде бір келіспеушіліктер болуы мүмкін, жаңағыдай командадағы фриланс жұмысын дұрыс атқармады, немесе эксперт дұрыс сата алмады, тікелей эфирге шықпай қойды, ұялды, қорықты, немесе тағысын әйтеуір бір күйзеліс болады. Бұл сабақтың аясында мен сіздерді осы күйзеліске алдын ала дайындап, одан қалай шығамыз, осы туралы да ақпаратты беруді жөн санадым. Сондықтан менімен бірге сабақтың аяғына дейін болыңыздар, себебі осы тақырыпты толыққанды ашатын боламыз. Ең алдымен әдеттегідей ол күйзеліс деген не? Жалпы күйзеліске қатысты қарым-қатынасты да анықтап алайық. Мен бір күлетінім бар, көп жағдайда менің барлық курстарым болсын, сабақтарым болсын, барлығы өте керемет, себебі мен қорқынышты да жақсы деймін, күйзелісті де жақсы деймін, яғни жаман нәрсе жоқ, барлығы жақсы, қарым-қатынасымызды дұрыстасақ болғаны деп айтамын. Сондықтан да қайталап айтайын, сіздер қазір айтуларыңыз мүмкін, қандай күйзеліс, қандай бізде барлығымыз позитив, мотивацияға толып алған, жаңа сценарий жасап жатыр, анау бір кәдімгідей бір іске кірісіп кетулеріңіз мүмкін, және де күйзеліс ол қайтадан да ол жаман, ол негатив, яғни ол бір күйдің өзіне де қарым-қатынасымыз тым аса қатты жаман болуы мүмкін. Бірақ қайталап айтайын, күйзеліс ол алдыңғы сабақта қорқыныш туралы айтқандай, ол да үйреншікті дүние, және күйзелістің болмауы ол мүмкін емес. Себебі кез келген табиғаттың заңдылығы бойынша бір өсу кезеңі болады, күйзеліс кезеңі болады, қайтан өсу кезеңі, қайтан күйзеліс кезеңі. Ең бастысы осы күйзеліс кезеңінде қалып қалмай, одан шыға білу, оның шығу жолдарын жасау, немесе жалпы алдын алу жолдарында білгеніміз абзал. Енді қараңыздар, сіздер қайталап айтайын, барлығымызда мынау әртүрлі мотивациялық фильмдер қарап алып, курстарға қатысып, жалпы болды, күйзеліс жаман, қорқыныш жаман, анау жаман, мен толық позитив болды, бүйтеміз, сөйтеміз деген секілді бір күшпен келіп үлеріңіз мүмкін, бірақ қайталап айтайын, күйзеліс ол қалай да болғандықтан, сондай бір тығырыққа кеп тірелген кезде біз қайтадан сынып қалуымыз мүмкін. Сондықтан да ең басында біз егер күйзелістің ол да норма екенін, оның да болуы мүмкін екенін қабылдағаннан кейін, одан өту жолы да әлде қайда жеңілдірек болады. Сондықтан да күйзеліс болып жатса, себебі ол болмайды емес, қайталап айтайын, болады, қайтадан мүмкін вебинар атпай қалу мүмкін, тағысын, әйтеуір мың түрлі жерден қанша адам табысты және жетістікке жетсе де, мысалы 2020 жылы ешкім күтпеген пандемия болып қалды, қаншама компания мүлдем дағдарысқа, күйзеліске дайын болмады. Сондықтан да күйзеліс ол қалай да болады, ең бастысы біз қаншалықты оған дайынбыз. Яғни қараңыздар, келесі, яғни оны бар екенін түсіндік, және де ол тек қана болды, жұмысқа қатысты, вебинарға қатысты ғана болады деп емес, өкінішке орай күйзеліс ол сонымен қатар кез келген өмірдің саласында да пайда болуы мүмкін. Денсаулық жағынан да, қарым-қатынас жағынан да, отбасылық жағдайынан да. Сондықтан да біз оны тек қана ақша тұрғысынан ғана емес, онлайн продюсер тұрғысынан ғана емес, мен беретін инструменттердің барлығы негізінен өмірдің кез келген саласында қолдануға болады. Сондықтан да бұл артықшылықты пайдаланып, сіздер тек қана курс аясында ғана емес, өмір аясында да қолданып өзгерсеңіздер болады. Сондықтан да сіздерге тағы да айтарым, бұл күйзеліс бар дедік, кез келген салада бар дедік, бірақ бұл ондай қатты қорқынышты емес, себебі кез келген күйзелістің артынан міндетті түрде өсу жатады. Одан басқа сіздерде мынау күйзеліс
барлық салада бар деп айтып жатырмын ғой. Өзіңіз де естеріңізге салып көріңіз, қашан сізде соңғы рет бір енді күйзелісті орысша бір кризис деп атауға болатын шығар, немесе дағдарыс деп сондай бір жаман сөздер айтылады ғой, бірақ енді менің ойымша күйзеліс деп атаған әлде қайда дұрысырақ деп есептедім. Сондықтан да дағдарыс деп алсаңыз да болады. Енді орысша айтқанда кризис қой былайымша. Ең соңғы рет қашан кризис болған кезде сіз қалай ары қарай әрекет жасадыңыз, не болды, қалай өстіңіз? Мен егер өзімнің өмірімді саралап қарасам, мен ең кризистік кездерінде ең қатты өсіппін. Мысалы ретінде өзімнің парақшамда да көп жағдайда бөлісіп жатамын. 2020 жыл мен үшін ең бір ауыр жылдардың бірі болды. Өйткені қаншама рет банкротқа ұшырап, қарыздан қарызға батқан кезде қатты күйзеліске ұшырағаннан кейін және оған төтеп бере алғанның әсерінен, мен қазір мысалы ретінде миды зерттеп, оны тереңірек зерттеп, оны табу барысында қаншама курстарды оқып, мен әлде қайда ол күйзелістен атып шығып, өсу кезеңіне өтуім ол тұрақты деңгей болды. Яғни ол орысша айтқанда неизбежно деп айтады ғой. Сондықтан да қарап отырсам, менің қашан күйзеліс болдым, сол кезде керісінше қатты өсіппін, тез дамыппын. Сондықтан да керісінше кез келген күйзеліске де жақсы қараңыздар. Мүмкін сіздерде қазір мысал ретінде вебинар жасап жатқан кезде мүмкін камера істемей қалады, мүмкін дауыс естілмей қалады, микрофон қосылмай қалады, свет өшіп қалады. Біз ешнәрседен ондай қорғалған жоқпыз ғой, кепілдік жоқ қой. Мысалы интернет ұстамай қалу мүмкін, әртүрлі дүниелер болады ғой. Сол кезде біз ол күйзелісті бірден жоқ деп негативке батып, стресс қалпына түсіп кетіп, одан шыға алмай қарағаны гөрі, біз не істейміз? Күйзеліс жақсы болыпты. Онда келесі жолы не істейміз? Камера өшіп қалса, бірнеше камера алдын ала дайындаймыз. Яғни кез келген күйзеліс ол сіздің мықтырақ болуыңызға, жақсырақ дамуыңызға әлде қайда әсер етеді. Сондықтан да қазіргі таңда мінекей курс енді өзінің бір қорытынды бөліміне келіп жатыр ғой, 5-ші бөлім, кейін 6-шы модуль бар сіздерде. Осы саласынан кейін сіздер бұл курсты аяқтап бітіп шыққаннан кейін де осындай бір күйзеліс кезеңдеріне түскен кезде соншама уақыт оқып, тәжірибе алып, тапсырма орындап келген нәрсенің бәрін жоққа шығармай, керісінше кез келген күйзелісті норма ретінде қабылдауларыңызды сұраймын. Ондай болса, күйзелістен кейін өсу кезеңі бар деген, оны егер графикалық тұрғыдан көрсететін болсақ, ол өте қарапайым. Бізде көп жағдайда барлық қиындық осы біз табиғаттың заңдылығына қарама-қарсы шығамыз да, бүкіл проблема мәселе осыдан шығып жатады. Жаңа кез келген ағаш жапырағын шығарып, сосын күзде түсіріп, қайтадан көктемде қайтадан бұршақ жарып, қарап отырсаңыз да барлығы циклмен, барлығы өсіп, мысалы күйзеліс кезеңінен болады. Сіздерде не істеу керексіздер? Енді қараңыздар, біз белгілі бір деңгейден өсеміз, және де бұл өсу процесі әр қашанда тек қана бір бағытта жүре бермейді. Ол қалайды? Сонымен қатар стагнация деген бір ұғым бар. Ол дегеніміз тұрақталу, яғни сіз мысалы өсесіз, сосын ары қарай өскеннен бұрын кішкене тұрақталу процесі жүреді де, одан кейін қалайда өшу болады. Кез келген компания болсын, өміріміздің циклы болсын, кез келген тірі жанның барлығын алсақ та, оның өсу және құлдырау кезеңі болады, жаңа күйзеліс. Енді біз ақшаға, продюсерге осыған салатын болсақ, біз не істеуіміз керек? Мінекей өстік, бір тұрақтылыққа тұрдық, және түсіп бара жатқан кезде осы күйде қалып, оны ары қарай түсірмеу үшін біз не істейміз? Осы сәттен қайтадан өсу амалдарын жасаймыз. Және соның арқасында өсіп, біз не істейміз? Жалпы графигімізді былай келтірсек болады. Ең бастысы сіздерге қайталап айтайын. Егер күйзеліске, стресске, бір кризиске қатысты қарым-қатынасыңыз алдын ала дұрыс болмаса, сіздің осы деңгейде қалып қалуыңыздың мүмкіндігі әлде қайда жоғары болып қалады. Сондықтан да осы жақтан қалмай, камера істемей қалды, вебинар атпады, сатпады деген сияқты мына жаққа түссеңіз, болды, енді вебинар мүлдем жұмыс жасамайды екен, енді оны істемейміз деп қол түсіріп, мүлдем іс-әрекет жасамағаннан гөрі, ал не болды, не дұрыс болған жоқ? Мүмкін креатив атпады, мүмкін текст дұрыс емес, мүмкін презентацияны дұрыстау керек. Яғни осы тұрғыдан біз қабылдап күйзелісті, ары қарай амалдарын іздеу арқылы біз ары қарай өсетін боламыз. Сондықтан да өсу ол әр қашанда күйзелістен кейін тұрады. Ең басты ода қалып қалмау керек. Енді қалып қалмау керек деп айтып жатырмыз. Сондықтан да одан қалай тиімді шығамыз? Осыған енді келіп тоқталсақ. Қараңыздар, күйзеліс
ол болады, қалай да болады. Ол біз еш нәрседен кепілдік жоқ қой, бізде болды, сен не істесең де барлығы аты кетеді деген сияқты кепілдік болмағандықтан біз кез келген дағдарысқа, кез келген күйзеліске дайын болуымыз керек, иә. Ең бастысы одан қалай тиімді шығамыз. Мысал ретінде, мен өзім қалай күйзеліс кезеңдерінен шығамын, иә. Мен оны біріншіден қабылдаймын, екіншіден тек қана ол кезде наблюдатель рөлін қабылдау керек. Наблюдатель деген сырттан қараушы, яғни бір күйзеліс болып жатса, ішіне кіріп кетіп, соның ішінде жаңағыда жатпай, кәдімгі араласып деген сияқты сіз сырттан боласыз да, тек қана бақылаушы рөліне еніп, не болып жатыр, ал неге ол күйзеліс болды деген секілді сұрақтарға анализ жасап, жауап табудың арқасында біз бұл күйзелістен алдын ала шыға аламыз. Және ең бірінші барлық адамның қате жасайтын дүниесі бұл бірден шешім қабылдап кетеді. Ол қалай? Мысалы жаңағыдай вебинар бір нәрсе атпай қалса, жаңағыдай мүмкін экспертпен бір сөздерге келісе алмай қалсаңыздар, болды, сенімен жұмыс жасамаймын, керек еді деген сияқты, мысал ретінде бірден негативті шешім қабылдауға көшіп кетпеу керек та. Себебі біз күйзеліс, дағдарыс кезінде гормондарымыздың дұрыс ойнамағанның кесірінен біз дұрыс шешім қабылдай алмаймыз, иә. Өздеріңізде өмірлік жағдайлардан бір мысалдарыңыз бар шығар, иә. Қатты ашуланып тұрған кезде айтып қойған сөзіміз үшін кейін мысалы өкініп жатамыз, иә. Не үшін мен олай айттым, неге өйтіп деген секілді кейін өкінбеу үшін әрқашанда ең бірінші ереже ретінде күйзеліс кезінде бірден шешім қабылдамау. Қайталап айтайын, бұл техникалар тек қана жұмысқа байланысты немесе курсқа қатысты емес, өмірдің кез келген саласында болады. Қарым-қатынасқа салатын болсақ, бұл көп жағдайда не үшін ажырасу өте көп болып жатады? Себебі жаңадан қосылған екі жас бірден бір күйзеліс немесе дағдарыс болып кетсе, болды, бірден бәрін тоқтатып, ажырасып кетуге дайын болып тұрады, иә. Яғни ол күйзелісті кішкене бақылап, сырттан сұрақтар қойып, ол периодтан, ол кезеңнен оңай тиімді өтіп кетудің орнынан бірден шешім қабылдап қояды. Сондықтан сіздерге ереже ретінде, мысалы сіз бір нәрсе жүрмей бара жатқан сездіңіз бе, болды, не істейсіз, тоқтайсыз сол сәттен және бақылаушы рөліне енесіз. Мен көп жағдайда менде де күйзеліс болады, ол қайталап айтайын, ол жетістікке жетіп табысты адам болса болды, күйзелісі де жоқ, ешқандай уайым қайғысы жоқ деген мәселе емес. Керісінше оларда кейде жауапкершілік көп болған сайын олардың шешетін проблема мәселелері де әлде қайда көп болып жатады, иә. Сондықтан мен де бір этаптан бір этапқа өткен кезде күйзеліс кезеңі немесе бір жұмыстарым дұрыс жүрмей бара жатса, мен тек қана бақылаушы рөліне енемін. Ол қалай дейсіздер ғой? Мысалы, әрқашанда интенсивті жаңа жылдамдығымыз жоғарылаттық қой алдыңғы сабақтарда. Сол арқылы интенсивті жұмыс жасап келе жатып, бір нәрсе дұрыс бастай алмай қалса, мысалы, ол кезде денеде өзі бір сигналдар бере бастайды, мүмкін температура көтеріледі, кішкене ауыра бастаймыз, көңіліміз түсе бастайды деген сияқты. Ол кезде не істейсіз? Тек қана өзіңізге демалуға кішкене мұрша беру керек, отырып кішкене ойлау қабілеті, өйткені шыны керек, бізде ойлау қабілетінің өзінде зейінді және зейінсіз режимдері бар. Ол кезде біз екеуін бірде ұстай алмаймыз, біреу өшіп, біреу қосылып жатқандықтан, кейде біз әрқашанда зейінді ұстап тұруға тырысқандықтан, бүкіл ресурсымызды қолданып тастаймыз да, зейінсіз, яғни ойлануға өзімізге мұрша бермейміз. Сондықтан да бақылаушы рөлін маңыздылығын түсініңіздер. Жақсы ма? Яғни ол біздің күйзелістен тиімді шығудың өте басты бір алғы шарттарының бірі болып табылады. Мен ойлаймын, бұл тақырып, мен айтатын тақырыптардың барлығы ондай бір қиын дүниелер емес, қиын бір алгоритм немесе бір мүлдем жасауға мүмкін емес техникалар емес, барлығы өте қарапайым. Себебі өзіміз өмірімізді қиындатамыз, естеріңізде болса бірінші сабақта еңбек етсең ерінбей, тояды қарын тіленбей деген секілді, немесе адал еңбек жаса деген бір-екі ауыз сөз миымызға жазылып қалғаннан кейін біз міндетті түрде өзіміздің алған ақымызды немесе бір ақтап алу үшін әрқашанда көп әрекет жасап кетеміз. Қайталап айтайын, осы жақтан мені дұрыс түсінбей қалмаңыздар. Мен әрекет, еңбек етуге барлықтарыңызды шақырамын, бірақ әдейі өмірімізді қиындатпауымыз керек, жақсы ма? Яғни мүмкіндігінше өмір өте қарапайым, техникалардың барлығы өте қарапайым, күйзелістен шығудың өзі де өте қарапайым, тек қана оны дұрыс қабылдап, бақылаушы рөліне еніп, тек қана кейін шешімін іздеу арқылы өсу кезеңіне өтуіміз керек. Бар болғаны осы. Сондықтан сіздерге бүгінгі
сабағымыздың қорытындысы ретінде сіздерде міндетті түрде конспектлеу керек деп айтқам, оның маңыздылығын да түсіндірдім, иә. Кейін күйзелістен шығу және алдын алу жолдарын жасағандарыңызды сұраймын. Ол қазір жалпы бұл тақырыпты қозғаған себебім бұл алдын алу, иә. Мүмкін қазір вебинар жасап бастайсыздар. Оның өзі қаншама этаптан тұрады, соның барлығына төтеп білу үшін, иә, кез келген бір қиындыққа біз не істейміз? Күйзеліспен жұмыс жасап үйренуіміз керек. Бірақ қараңыздар, күйзеліске түскен кезде сонымен қатар оған тиімді шығу үшін бізде орысша айтқанда подушка безопасности болу керек, иә, немесе оның алдын алу жолдарын жасауымыз керек. Мысал ретінде, егер сіз қазір вебинар жасап бастаған кезде таргет жіберетін болсаңыз, ол таргет міндетті түрде соңғы ақшаңызға болмау керек, иә. Яғни сіз диверсификация деген ұғым бар. Қызық болса Google-дан теріп іздеп тапсаңыздар болады. Яғни сіз бүкіл ақшаны мысалы салып, кейін атпай қалып, кейін ары қарай жұмыс жасау әрекетке көше алмай қалғандықтан гөрі, иә, не істейміз? Азырақ сумаға бөліп, иә, мысалы күйзеліске шығу, яғни подушка безопасности жасаймыз вебинарды. Өтті, өтпеді, өтіп жаса керемет, ақшаны көбірек құямыз, ол тіптен көп ақша алып келеді. Кішкене өтпейді, дұрыстау керек жерлерін дұрыстап қайтадан әрекеттер жасау арқылы нәтиже алатын боламыз, иә. Яғни подушка безопасности ол көп жағдайда мүмкін қаржылай сіздің ақшаңыз болуы. Бірақ қайталап айтайын, не үшін мен бірақ деген сөздерді көп қолданамын, себебі кез келген заттың екі ұшы бар деген секілді мен сіздерге айтып жатқан дүниелерім бір-біріне қарама қайшы келетін секілді болып көрінгенімен, бұл тек қана барлығы салыстырмалы түрде, иә. Себебі мен сіздерге қазір подушка безопасности ол қаржылай ретінде сіздерде болғаны дұрыс деп айтамын. Дегенмен бірінші сабақта естеріңізде болса, біз ешқашан ақшаны арнайы бір қара күнге жинамауымыз керек. Себебі ниетімізге қатысты қара күнге ақша жинайтын болсақ, ол қара күн міндетті түрде бір күні өз орнын алады, иә. Тек қана жақсы затқа, жақсы затпен ниеттеніп ақша жинау керек деп айтқан болатынмын, иә, бірінші модульде. Қазір айтып жатқаным, мен сіздерге күйзелістен шығу үшін сіздерде ақша болу керек деген, бұл біздің сынып қалмауымыз үшін, иә. Яғни мен сіздерге қазір күйзелістен шығуға арнайы ақша жинаңыз деген ойды жеткізіп жатқан жоқпын. Тек қана ақшаның болуы, әрқашан ақшалай болу техникасы бар, иә, бізде сонымен қатар. Бұл біздің тек қана күйзелістен өте ыңғайлы шығып кетудің алғы шарты деп айтсам болады. Сонымен қатар мен ақшалай ғана емес, сонымен қатар міндетті түрде қарым-қатынасқа да немесе өмірге, отбасыға, денсаулыққа да бұл техникаларды қолданғанды жөн санаймын. Сондықтан тағы да бір мысал ретінде қарым-қатынаста да кез келген салада өзіңіздің подушка безопасности, яғни алдын алу жолдарын жасауға болады. Мысал ретінде қалай дейсіздер ғой? Мен өте көп жұмыс жасаймын, әртүрлі іс-әрекеттермен, кездесулермен өте көп жүрген кезде, кейде жаңағыдай болмай бара жатқан кезде, күйзелісте жолдасым екеуміздің арасында қарым-қатынасымыз бұзылмау үшін мен осы салада да подушка безопасности жасап қойғам, иә. Ол қалай дейсіздер ғой? Яғни алдын ала кейде бізде қайтадан не үшін күйзеліске тек қана ақшалай күйзеліс емес, қарым-қатынаста да күйзеліс болып жатады ғой. Ол неден салдарынан болады? Ол көңіл күйдің жетіспеушілігінен, я бір-бірін түсініспеушіліктен және де көптеген салдардан біз бір-бірімізді түсінбей жатамыз. Мүмкін қазір сіз вебинар жасаймын, онлайн продюсер боламын деген кезде жан-жағыңыздағы адамдар сізді қолдамай, я мысалы керісінше кері тартып қойшы, сен жүрмейді, ол өтірік деген секілді дүниелерді айтуы мүмкін, я. Яғни осының барлығын алдын алу жолдарын әрқашанда жасасаңыз, сіздің күйзелістен шығуыңыз әлде қайда оңай болады. Қайталап келсем, өзімнің мысалыма мен жолдасымен бізде қарым-қатынас алдын ала өте жақсы, түсініспеушілікпен бір-бірімізді әрқашанда қолдап жүрген кезде бізде подушка безопасности бар, иә. Яғни мен немесе ол жұмысына қатысты бір күйзеліс кезеңі пайда болса, біз тек қана алдын ала бір-бірімізге деген қарым-қатынасымыз жақсы болғандықтан біздің күйзеліс кезеңін өту ол әлде қайда жеңіл жүреді, иә. Себебі мен мысалы айтам, алтындарым, иә, мысалы балаларыма бәрін айтам, мені 2-3 күн бойы осы жұмыс бойынша мәселем болып жатыр, маған
тиіспеулеріңізді сұраймын. Болды, бірден қабыл алады, ары қарай өздері ойнайды, өздері шаруаларын жасайды. 2-3 күннен кейін, күйзеліс кезеңінен өткеннен кейін, ары қарай мысалы ретінде барлығы өз орнына келеді. Сондықтан да сіз мына подушка безопасности ол тек қана ақшалай, қаржылай түрінде ғана емес, қарым-қатынаста да, денсаулықта да жасауға болады. Ол қалай дейсіздер ғой? Ауырмау үшін алдын ала дұрыс тамақтану, спортпен айналысу, ол да күйзелісті алдын ала жеңіл өтудің бір алғы шарттары болып табылады. Сондықтан да сіз де қазірден бастап экспертпен кейін ұрысып, жанжалдасып, бір-бірлеріңізді түсінбей жатқаннан гөрі қазірден бастап жақсы қарым-қатынас құруға, командадағы адамдармен, жалпы барлығымен кез келген салада осындай бір подушка безопасности жасауларыңызды сұраймын. Бұл сіздерге тапсырма ретінде беріледі. Әрине, ол тапсырманы орындау үшін міндетті түрде қазір бір барып күйзеліске ену деген сөз емес. Бұл барлығы алдын алу жолдары, күйзеліске деген қарым-қатынасты алдын ала реттеп алу. Жалпы мен сіздерге осы 5-ші модуль бойынша сабақтың сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Күйзелістер мейлінше аз болып, керісінше өсу этаптары өте көп болсын, одан тиімді әрі оңай шығып жүріңіздер. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, себебі соңғы 6-ші модульде сіздермен тағы да бір рет кездесетін боламын.